Сәлем, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай түрі өте әдемі болып шығатын ерекше формада сүзбелі печеньелерді сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Печенье өте оңай әрі қолжетімді заттардан дайындалады. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп отырыңыз. Бізге ең алдымен сүзбе, ұн, содан соң ерітілген сары май, қант және қамыр қопсытқыш керек болады. Енді печеньелерімізді жасауға кірісейік. Ол үшін осындай ыдысымызға ерітілген сары майды саламыз. Оның үстіне сүзбені салып, жақсылап қазір араластыратын боламыз. Менде сүзбе қарап тұрсаңыздар, ылғалдылығы кетпеген толықтай. Сондықтан әртүрлі сүзбені қолдана берсеңіздер болады. Егер де сіздерде қатты құрғап тұрған сүзбе болса, оны да қолдануға болады. Сүзбемен сары майды жақсылап тұрып осындай күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда оңай әрі тез жасалатын рецепттер өте көп. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді оның үстіне қамыр қопсытқышы саламыз да, жақсылап тұрып оны тағы да бір рет араластырып аламыз. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнды саламыз да, ұнның барлығын салып жібере беріңіздер. Енді осыдан қамыр елейміз. Бірінші осыны күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен әдемі қамыр елеуге кірісеміз. Міне бізде осындай жұмсақ, қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін осылай қолымызбен жақсылап илеп-илеп осындай сопақ пішінге келтіріп аламыз да, осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлсек оңай болады. Жақсылап әрқайсысын дөңгелектеп шығамыз. Енді жаңағы қантымызды осындай жалпақ ыдысқа салып аламыз. Қазір бізге ыңғайлы болу үшін оны бір шетке қойып аламыз да, енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды кішкене ұн қосып жайсақ та болады, немесе жарты сағатқа, немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойып, кішкене ғана қатырып осылай жайсаңыздар да болады. Мен бүгін ұн қоса отырып жаямын деп шештім, бірақ та басында қосқан жоқпын. Кейінірек әдемілеп ұн қосып жақсылап тұрып жайдым. Қамырымызды осылай қатты жіңішке емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз да. Енді осындай дөңгелек кесенің көмегімен кесеміз. Оның диаметрін өздеріңіз қалауыңызша алсаңыз болады. Менде осындай кішірек диаметрлі кесемен кестім. Осылай әрқайсысын әдемілеп кесіп аламыз. Жан-жағындағы артық қамырлардың барлығын алып тастаймыз. Енді осы дөңгелек қамырларымызды қантқа батыратын боламыз. Осылай қантқа батырамыз да, қолымызбен осылай басып жібереміз. Қант пен қамыр бір-біріне бірігуі керек. Енді сол қант бетін бір-біріне беттестіріп бүктейміз де, енді келесі бетін қантқа аударып, екінші рет тағы осылай үшбұрышты етіп бүктеп, беткі қабатын тағы да қантқа орнатып, осылай барлық печеньемізді жасап шығамыз. Егер де сіздерге корица, какао секілді ұнтақтар ұнаса, оны осы қантқа қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Сол кезде печеньелерімізге басқаша дәм, түрі де басқаша, дәмі де басқаша болады. Егер де ұнатсаңыздар, соны қосып жасасаңыздар болады. Осылай печеньелеріміздің барлығын жасап болғаннан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай печеньелерімізді пісіріп аламыз. Мұқият қарап тұрыңыздар.
Міне осындай әдемі гүлдің қасында әдемі печеньеміз де дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте күшті болып шыққан осындай суық күні осындай әдемі дәмді күшті печеньемен әдемілеп шай ішіңіздер. Отбасыларыңызды қуантып, өздеріңізді де қуантып осындай күшті печенье жасап жеңіздер дегім келеді. Печенье өте дәмді болып шыққан және іші де толық піседі. Кішкене ғана қытырлақ әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім.